Жеті баланың әкесі Жәнібек Сандыбаевтың тұрақты жұмысы жоқ. Электр маманы балаларының болашағы үшін алаңдайды. Сол себепті бүлдіршіндері өскенше жалақысы жақсы тұрақты жұмыс іздейді. Қаладағы еңбек орталығында жұмыссыз ретінде тіркелген ол мамандардан еңбек бағдарламасы туралы естіпті. Бағдарламаның артықшылықтары мен айтылған ұсыныстар көңілге қонымды дейді көп балалы әке. Ол егер айтылған сөздің бәрі рас болса, көшуге дайын екенін жеткізді. Маған ол кісілер айтты, бізде северге деді, вакансиялар бар деді. Сол кісілерге жоқ сездім. Сосын мен айттым, ондай болмаса маған хабар беріңіздер, мен барып көрейін не болып жатқанын. Кешегіде хабарласып, звондап, сіз осы жерге келіңіз, бізге северден осындай неге келіп жатыр, вакансиялар келіп жатыр. Солардың несін тыңдап келсеңіз, сол жаққа көшкен аударуыңызға болады. Қазір сөйлесеміз, құдай қаласа. Егер менің немді не алатын болса, мен, пожалуйста. Себебі менің ұлдарым бәрі өсіп келе жатыр. Ал 2015 жылы оңтүстіктен солтүстік Қазақстан облысына көшіп барған Нұржан Малтанбетова ол уақытта қазіргідей мемлекеттен көмек болмаған дейді. Күнгей аймаққа қайта көшіп кетіп жатқандар да жоқ емес. Дегенмен аздаған қиындыққа шыдас берсе, үйреніп кетері анық дейді ол. Бұл бағдарламаның кішкене жаңа толықтыру керек екені туралы көптеген ұсыныстарды өзіміз әкімге шықтық, облыс әкіміне шықты. Одан сол жылдардың арасында бірнеше рет министрмен, әлеуметтік министрмен кездесулер жүргізілді. Сол кезде өздеріміздің ұсыныстарымызды айтып, біз осы бағдарламаны осындай деңгейге дейін жеткіздік. Бірақ дегенмен де әлі де бағдарламаның көптеген шикілікті тұстары бар. Вакансиялар өте көп. Аудандық әкімшілікке жұмысқа тұруға, жергілікті полиция қызметкерлеріне жұмысқа тұруға, жергілікті жаңағы аудан орталығындағы поликлиникалар, ауруханалар, емханаларға дәрігерлер керек, жаңағы медбикелер керек. Нұржамал Шымкентке солтүстік Қазақстан облысының делегациясы қатарында келген. Олар 3-ші мегаполис тұрғындарын теріскейге қоныс аударуға шақырды. Бірақ солтүстікке көшкендердің біразы қайта өз ауылдарына қайтып кеткенінде жоққа шығармайды. Бірақ келушілер үшін барлық жағдай жасалады деп сендірді. Сол жерге көшпекші едік. Из-за аллергия менде. Бұл жерде менде саулығым үшін таза ғой ауасы, соның үшін сөйқа көшпекшіміз. Барған кезімізде олар, сұраған кезімізде олар бүйтіп айтты, что именно куда мы хотим, сол жерде жоқ үйлер на продаж. Да, там, короче, надо судиться, не қылды, адамдар алған, потом кетіп қалған и қалып кеткен. Надо судиться, бос орындар жоқ, бос жерлер жоқ деді үйлерде. Түсіндірді мен сіздерге үй береміз деп айтқан жоқпын. Қазіргі уақытта үй берілмейді. Бос аудандарда бос үй болса, ол беріледі. Қазіргі уақытта мемлекет 50%-ын сатып алған үйіміздің 50%-ын төлейді. Петропавл қаласында бізде 2 үй бар. 100-200 пәтерлер. Сол 200 пәтерлер осы қоныс аударған кісілерге беріледі. Қазіргі уақытта бізде 26 пәтеріміз тұр. Қазір айтады ғой, заявка жинап жатырмыз. Еңбек бағдарламасы аясында солтүстік пен орталық өңірлерге өз еркімен көшіру үшін бюджеттен 2023-2025 жылдарға 32 миллиард теңге қаржы бөлінген. Оның 10,5 миллиард теңгесі 2024 жылға тиесілі. Алайда қоныс аударғандардың шамамен 15% оңтүстікке қайта көшіп кеткен. Себеп инфрақұрылым мен тұрғын үй сапасы, интернет пен жылу мәселелері және қымбатшылық. Бағдарламаның күйрегенін, дұрыс жүзеге аспай жатқанын Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев та айтты. Дегенмен сәтсіз бағдарлама екеніне қарамастан билік өзгеріс енгізудің орнына адам тартуды әлі де жалғастырып отыр. Тіпті уәде беруді де тоқтатпайды. Көшетін болсаңыздар, кісі басына 70 айлық есептік көрсеткіш ретінде субсидия беріледі. Содан кейін үйді жалға алғанда арендаға 12 ай кісі басынан қарап төленеді. 55 мыңнан 110 мыңға шектеймін. Сосын үй сатып аламын десеңіздер, қазіргі уақытта өткен жылдан бастап еңбек экономикалық сертификат деген бар. Үйдің 50%-ын мемлекет төлейді. Солтүстік Қазақстан облысының Аққайың ауданына кейінгі 5 жылда оңтүстіктен 234 отбасы көшіп барыпты. Бұл 900 адам. Бірақ оның 10% тұрақтай алмай, күнгей аймаққа қайта қайтып кеткен. Кез келген мамандықтар қажет. Әр салада вакансиялар бар. Келген бетте бизнеске 1,4 миллион теңге грант алуға болады. Онымен қоса, мысалы, бір аудан көшіп келушілерге 500 гектар жер бос бар екендігін айтады. Егерде бизнес жоспарын
қорғайтын болса. Солтүстік және орталық өңірлерге жыл басынан бері Шымкент қаласынан 126, ал Түркістан облысынан 300-ге жуық отбасы қоныс аударған. Басым бөлігі Павлодар және Солтүстік Қазақстан облысына көшіп барған. Олардың бәрі мемлекеттік бағдарлама аясында сапалы өмір сүру үшін қажетті жағдай жасалатынынан үмітті. Гүлдана Сидрасул, Мирас Ашенов, Н толқынында жобасы.